Әпкеміз келді деп қуанып есік ашқан қорғансыздарға Явуз келген екен. Мен сендермен бұрынғы есебім бітті деп жүрсем, сендер менің үстімнен арыз жазыпсыңдар ғой. Арыз жазғанның қандай екенін көрсетейін сендерге деп, Явуз қайта жетімдермен кектесіп өшін алуға келеді. Джомо, бұл жерден көзіңді құрт, бауырларыма жақындаушы болма деп Явузға қарай жүгіреді. Екеуі сол жерде төбелесе кетеді. Бауырлары оларды айырмақ болады. Злиха, көмектесіңдер деп айғайлап, көмекке шақырады. Сол кезде Юсуф келіп Явузбен төбелесе кетеді. Артынан Хашмет те жетеді. Явуздың Юсуфты ұрып жатқанын көріп, менің ұлыма қол көтеретін сен кімсің деп Явузды шапалақпен салып қалып құлатып түсіреді. Явуздың көмекшісі Үмітке Хамиет ханым хабарласады. Үміт қай жерде жүргендерін айтады. Сол кезде Үмітті Жевдет көріп қалып бір ұрып шығып, Явуздың осында екенін біліп ішке жүгіріп кіреді. Біз сені құртамыз деп Хашмет жұмы Юсуфтар Явузға жабылады. Явуз қаруын алып шығып кезеніп атпақ болады. Сол сәтте Жевдет келіп, Явузды қолынан бір ұрып, қаруын құлатып, мен саған не дедім, бізден аулақ жүр деген жоқпын ба, өлгің келіп жүрме деп Явузды жағасынан алып баспалдақтан лақтырып жібереді. Явуз есінен танып қалады. Фаруктың Азизені құшақтап тұрғанын көрген Девран, менің әйелімнен қолыңды тарт деп Фарукты жағасынан алады. Фарук пен Девран бір-бірін қылқындырып төбелесе бастайды. Содан Девран қаруын алып шығып, енді тағы әйеліме жақындайтын болсаң, сені өлтіретін боламын дейді. Азизе Девранға, сен дұрыс түсінбедің, Фарук менің досым деп екеуін ажыратады. Девран, сенімен сосын сөйлесеміз деп Азизені сүйреп алып кетеді. Девран мен Азизе ұрысып жатқанда үйлеріне Девранның ата-анасы келеді. Дауыстарың сыртқа дейін естіліп жатыр, не үшін ұрысып жатырсыңдар деген ата-анасына Девран. Азизені жөнге салып жатырмын, қайткенмен де орманда өскен ғой, уайымдамаңыздар, уақыт өте жөнге келеді дейді. Анасы, көрініп тұр, қонақты дастархан жайып күтіп алмаушы ма еді дейді. Азизе, қарындарыңыз ашса, ас бөлмесі ана жақта дейді. Содан Девран Азизені жеке алып шығып, маған қара, енді тағы да ата-анама осындай қарым-қатынас жасайтын болсаң, дей бергенде Азизе, сен менің бауырларыма дұрыс қарым-қатынас жасамайды екенсің, мен де сенің ата-анаңа жақсы қарайды деп ойлама дейді. Девран, жақсы, бауырларыңмен араласып тұрасың, бірақ әрдайым қасыңда көмекшім болады дейді. Азизе, маған бауырларынан басқа ештеңе керек емес дейді. Содан Девранның ата-анасына келіп, қош келдіңіздер деп қолын сүйіп, мен сіздерге тамақ әзірлейін дейді. Анасы түсінбей, мынау қыз өзі біртүрлі екен деп қарап қалады. Жевдеттер Явуз бен Үмітті жертөлеге әкеліп байлап тастайды. Бұлармен не істейміз деген Джомоға Жевдет, сендер кете беріңдер, қалғанын маған қалдырыңдар, өзім реттеймін дейді. Сосын досына хабарласып, мына жерде сені алып кететін сәлемдеме бар дейді. Хамет Явузды іздеп Жевдетке келеді. Менің ұлым осында екенін білемін, көрген жоқпын деп өтірік айтушы болма, адамдарымыз соңғы рет осында екенін айтты дейді. Жевдет, иә, келгені рас, өзінің сазайын алды да кетті дейді. Хамет Жевдеттің айтқандарына сенбейді. Содан көшені басына көтеріп, мына адамдар менің ұлымды ұстап отыр, көрген білген кім бар, маған айтса 1 килограмм алтын беремін дейді. Алтын дегенді естіген Хашметтің көзі жанып тықыршып кетеді. Содан Хамет Девранға хабарласып, Явуз сендерде ме дейді. Девран, ол түрмеде емес пе дейді. Хамет, жоқ, Азизені алда, Азизенің бауырлары тұратын жерге кел дейді. Жалма-жан жеткен Девран мен Азизеге Хамет, менің ұлым жоғалып кетті. Анау сенің көкең оған бірдеңе істеген анық. Маған оны тауып әкелулерің керексіңдер дейді. Азизе бауырларынан Явуз қайда, көрдіңдер ме деп сұрайды. Олар жоқ, көрген жоқпыз, білмейміз деп айтпай қояды. Үйден шығып бара жатып Азизе микроавтобус кетіп бара жатқанын байқап қалып, жертөле жаққа жүгіріп кіреді. Ол жерде жіптерді жинап жатқан Юсуфты көреді де, Явуз осында болды ғой деп түсініп қойып, Девранға жаңа ғана қозғалып кеткен микроавтобустың ізінен барайық дейді де көлікке отырады. Сол кезде үйден Жевдет пен Джомо шығып, таксиге отырып, микроавтобустың артынан ере жөнеледі. Азизе Девранға, олар Явузды өлтіреді, өтінемін, тезірек арттарынан барайық дейді. Девран ойланып қалады. Азизе, сенің айтқаныңның бәрін істеймін, тез ізінен барайық дейді. Явузды бір қоймаға алып келеді. Оларды Ариф күтіп алады. Ариф Жевдетке, бұларды маған табыста, қалғанын өзім тындырамын дейді. Сол кезде Джомо жынданып қару алып Явузды атпақ болады. Бірақ соңында атуға дәті бармай бас тартады. Сол сәтте Азизелер кіріп келеді.
Азизе, не істеп жатырсыңдар деп тоқтатады. Бұл қанды кек енді жалғаса бермейді, осымен тоқтасын. Біз Явузды алып кетеміз, сонымен бәрі бітеді. Мына кек тақырып осымен жабылады деп Явузды бір өлімнен құтқарып Джефра мен Азизе сол жерден алып кетеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Қорғансыздар түркі сериалының бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Рахмет. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Қорғансыздар түркі сериалының бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Рахмет. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет.